Қазығұрт ауданында 71 мектеп бар. 6-ы бастауыш, 4-і негізгі орта, қалған 61-і жалпы орта мектептер. Бірінші кезекте мектептің жылу жүйесін көріп, жылуы қандай. Және екінші осы асханасына бар. Асханасындағы оның менюі қандай. Қанша бала тамақтанады. Тамағының сапасына дейін алдырып, сапасын еті бар ма, басқасының бәрін көріп шығамын. 24-ші жылы, 25-ші жылдарда бізде бірінші кезекте материал техникалық база болып, сол бойынша бізде 20 пән кабинеттер берілген 2024 жылы. Және мына 25-ші жылға да тағы 20 кабинет берілді. Облыста 41 оқушымыз пән олимпиадасына бар, 9-11-дің арасындағы. 20 оқушымыз түрлі марапаттармен қайтты. Мультфильміміздің аты скретч бағдарламасында мультфильм жасау. Мультфильмнің мақсаты көбінесе осы балапан телеканалына осы мультфильмді қосып, көп балалардың сауатын ашып, және де қосымшаларды ашу үшін жасадық. Жасанды жаңбыр құпиясы арқылы осы жасанды жаңбыр өндірісін ары қарай дамытып, құрғақ жерлерді одан ары жандандырып, оларды жасыл көгалдандырып, соларды қорғап, одан ары қарай дамытып отыру. Бұл Арал теңізінің біз жасанды жаңбырдан кейінгі болашақ көрінісі деп елестетеміз. Мектебіміздің жалпы оқушылар саны 1429 оқушы, педагогтардың саны 171 педагог қазір таңда жұмыс атқарады. Мектебіміз 1960 жылы пайдалануға берілді. Мектебіміздің жалпы ахуалы өзіме дұрыс сияқты, себебі оны талдағанымыз кеше 2024-2025 оқу жылының бірінші жарты жылдығын аудандық білім бөлімі тарапынан рейтинг жүргізілген болатын. Сол рейтингтің негізгі көрсеткішінде мектебіміз 70 мектептің арасында екінші орынды иелендік. Жалпы оқу жылындағы жетістігіміз республикада Бурабайда өткен ғылыми жобадан екінші орын иегері атанды оқушыларымыз. Және биылғы ғылыми жобалардан 7 жұмысымыз облысқа жолдама алып, 7 жұмыстың 5 жұмысын жеңімпаз атанды. Мектебімізде 219 мұғалім бар, және де 1463 оқушы білім алуда. Мектептегі ең бірінші кедергі сынып бөлмелерінің тарлығы. Мектебіміз 1972 жылы салынған, 50 жылға жуық тарихы бар, оқушыларымыз көп, сынып бөлмелері тар. Қазіргі таңда бірақ жақсы жағдайлар жасалынып жатыр. Мысалға, смарт кабинет келіп отыр мектебімізге. Парталарымыз жаңартылды. Сонымен қатар акт залымызға үлкен орындықтар келді. Интерактивті панельдер берілді. Мінекей осындай жақсы жаңалықтармен қазіргі таңдағы мектебіміздің жағдайы, материалдық техникалық жағдайы әлде қайда жақсарып жатыр. Оқушыларым аудандық, мектепішілік және облыстық байқауларда, республикалық байқауларда топ жарып келеді. Оның ішінде міне Бөлетай Асылай, Кәусар, Тағайбек Кәусар және Ергенбай Зәулім деген оқушыларым топ жарып бірінші орындарды алып келеді. Алдағы мақсатым оқушылардың эстетикалық дамуын ары қарай жетілдіру, бейнелеу өнеріне және сызу пәніне деген қызығушылығын арттыру. Алдағы мақсатымыз осылай. Айым Мақатаев 3 бақтым. Ең бірінші бақтым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бауырысы мен барбын, қор болмайтын, қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақтым тілім менің, тас жүректі тілімнен тілім дедім. Кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақтым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе отан дерім. От сөнген жалғанда жан барсын ба, ойламай-ақ келді ғана отан менің. Мен оның күнін сүйем, түнін сүйем, ағынды өзен асқақтау гүлін сүйем. Мен оның қасиетті тілін сүйем, мен оның құдіретті үнін сүйем. Бар жандығын сүйемін қыбырлаған, бәрі маған отан деп сыбырлаған. Жаны менің кеудемді жарып шықта, осырғай бол оның сырылдаған. Отан, отан бәрінен де биік екен, мен оны мәңгілікке сүймедім. Отан сүйің де күйік екен, отан сүмеуің де күйік екен. Мектептің оқушыларын шахмат үйірмесіне қатыстырып жатырмын. Біздің балалардың қызығушылығы өте жоғары деңгейде.
қазіргі таңда біздің балалар аудандық, облыстық, республикалық турнирлерге қатысып жатыр. Олардың жетістіктері өте көп. Ауданда, облыста бірінші, екінші, үшінші жүлделі орындармен оралып жатыр. Бұл біздің мектеп үшін өте үлкен жетістік деп білемін. Ал 2024 жылы ноябрьде өткен Астана қаласында оқушылар лигасында мұғалімдер арасында өзім республикадан бірінші орынды иелендім. Қазіргі таңда мектепте 50 мұғалім жұмыс жасайды. 283 оқушы 1-11 сыныптар арасында білім алуда. Сонымен қатар мектеп алды даярлық сыныбында 20 оқушымыз, яғни тәрбиеленушіміз білім алып жатыр. Мектебіміз сипты мектеп емес, енді кішкене сол материалдық базамызда сыныптардың тарлығы, кішкене қолайсыздық тудырады. Жалпы жайлап беріп келіп жатыр ғой, енді білім бөлімі қамтамасыз етіп келіп жатыр. Материалдық база кішкене жаңартылса деген ойымыз бар. Білім сапасы бойынша бізде бірінші жаршылықтың қорытындысымен, осы 2024-25 оқу жылының бірінші жаршылықтың қорытындысымен рейтинг шығарылған болатын. Сол рейтинг бойынша, енді ол жерде түрлі параметрлер бар. Рейтинг бойынша біздің мектебіміз 22-ші орында иеленді, 71 мектептің ішінде. Мен 116 балаға тамақ беремін, ыстық тамақпен қамтылған. Бізде барлық продукты жеткілікті. Осылай жағдаймен тамақ береміз күнделікті. Келіп жатқан продуктымызға де қанағатпыз. Менде қазірше кемшілігіміз су мәселесі болмаса, басқа кемшілігім жоқ. Бәрі қамтамасыз етілген. Барлық жағдайды жасап жатыр. Мектебімізде қазіргі 2024-25 оқу жылында бастауышта 7 сынып, 5 пен 9-да 7 сынып, 11-де 2 сынып, жалпы 16 сынып, бір мат тобымен осы оқу жылында оқушыларға білім беріп келеміз. Өзекті мәселе білім сапасы болып тұр ғой. Жаңағы сыртқы бақылау мен ішкі бақылаудағы білім сапасының алшақтығы дейді. Сол сияқты мынау кезінде осыдан мінекей 3-ші жыл болады. Мектеп білім класс электрон журналында оқушыларды бағалап келеміз. Сол білім классының тапсырмаларын оқушыларға орындата отырып, оқушылардың сауатын ашып, білім деңгейін сатылап, жоғарылап көтеріп келеміз. Мектебіміз осы алдыңғы өткен жазда, мынау өткен оқу жылы бойынша біз сұраныс беріп, мектептің сыртқы сайдинтіне смета құрылған болатын. Бұл жерде аудандық білім бөлімі тарапынан орындалып жатыр. Бұл жерде жаңағы сайдингте өзі сметада не көрсетілді, сол бойынша орындалды. Енді жаңағы 20 миллион 140 мыңдай ақшамен орындалған. Бұл жерде сапасына көңілім толады. Алдағыдан қайда жақсы болып қалды. Мектептің көрінісі, басқа жағдай сырт көзден қараса да ұялмайтындай жағдайға келді. Одан бөлек жөндеу жұмыстарының барысында қосымша дейді доп соглашение бойынша қосымша жұмыстар тағы жүргізілді. Оған қаражаттар тағы да бөлінді. Мыңға жуық квартал 17 мектептің сыртын металл сайдингпен қаптадық. 13 мектепке ішкі әжетхананың жұмыс істедік. Төбедегі жабынын ауыстырдық. 3 мектептің және спорт залын істедік. 2 мектепке. Сол сияқты бір 42 объектіні жаңағы ағымдағы жөндеу несімен өткіздік. Биылғы жылға да сол жоспарлар бар. Мынау қазіргі таңда күрделі жөндеу немесе реновация деген шығып қой. Қазір реновацияға біздің 2 мектебіміз ілінген биылғы жылға. Қаржы бөлініп, біреуіне 280 миллион бөлініп, біреуіне 242 миллион. Қазір конкурстық рәсімдерін жүргізу мақсатында облыстық мемлекеттік сатып алу басқармасына біз сұраныс беріп жатырмыз. Конкурс өткізу. 6 орта мектебіміз, 1 негізгі мектебіміз және 4 бастауыш мектебіміз жаңағы көңілмен жетіледі. Қазіргі таңда сол мектептердің 4-еуін көмірге өткізу мақсатында техникалық шарттар тапсырып қойғанбыз. Егер техникалық шарт берсе, газ түсетін болған соларына шанақ ауылы округіне толық газ беріліп жатыр. Қалған бізде мектептің жағдайы, енді орта мектептердің жағдайының бәрін ішінде бізде Ақбастау деген мектеп бар.
жаңағы саманнан салынған. Қалған бәрі бізде типтік мектептер. Ал жаңағы негізгі мектепте де бір жаңағы саманнан салынған, жаңағы бізде Жеңіс деген мектеп. Жаңағыдар ауылдық округінің арасында Жеңіс деген қалған бәрі қазір тек қана үш ауысымға өту қаупі бар бір мектебіміз бар. Шарлақ ауылдық округінің Шарлақ мектебі. Өз негізі бұрынғы типтік жобасы 620 орындық, бірақ қазіргі жаңа типтен есептегенде 450 орындық болады, ода бір 1000-ға жуық оқушы оқиды. Бірақ оны төменгі Шарлақ деген жерден жаңадан мектеп салу басталған. Осы биылғы жылы жалғасып, қыркүйекке беру керек, енді 300 орындық мектеп салынып жатыр. Осы бізде 8 сайға Шарпын ауылдық округінде 8 сай деген елмен сол жерге бір мектеп салынайын деп жатыр. Енді жаңа Ақбастау мен Жеңіс мектебіміздің жаңағы ыңғайластырып салған ғой. Оларға қазір жобалық сметалық құжат үстеуге қаржы бөлінді, ол құжаттарын дайындап жатырмыз, оларға құрылыс салдырып жүрміз. Басқа мектептердің бәрі жағдайы жақсы.